Қарағанды облысында өгей қыздарына сексуалдық зорлық зомбылық көрсеткен педофил сотталды. Жәбірленушілердің үлкені 14-те, кішісі 11 жаста. Азғын келіншегі жұмыста жүргенде оның қыздарын қорлаған. Қылмысы ашылғанда қорғаушысы арқылы жәбірленушіге ауыз бастырық беріп, тығырықтан шығуды ойлайды. Бірақ адвокат қылмыс үстінде тұтқындалып 2 жылға сотталды. Ал 53 жастағы педофил қапасқа өмір бойына қамалды. Бұған дейін ол таблиги жамағат діни экстремистік ұйымның астыртын идеологиясын жүргізгені үшін де істі болған еді. Жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жасаған сексуалдық сипаттағы әрекеттер үшін қылмыстық кодекстің 121 бабы 4 бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айырылған. Сот үкімі заңды күшіне енді. Ол бұрын сот шешімімен Қазақстан аумағындағы тыйым салынған діни экстремизмді жүзеге асыруға бағытталған ұйымға қатысқаны үшін сотталған.